Еңбегімен ел таныр. Энерго отбасы жобасының кезекті шығарылымы қажырлы еңбек арқылы елге танылып, Алға ауданы бойынша жыл кәсіпорны 2023 мәртебесіне иеленген Алға электр желілері учаскесі туралы. Приваттар ролик жасап жүрейікші. 13-ке 10. Алға электр желілері учаскесі Алға ауданы бойынша 17 елді мекенді жарықпен қамтамасыз етеміз. Оның 10 қосалқы станциямыз бар. Қазіргі таңда тұтынушыларымыздың саны 11 мыңнан асты. Ауданымыз бойынша электр қуатының үздіксіз берілуіне қазіргі таңда 72 қызметкеріміз жұмыс атқаруда. Ұжымымыз ауызбіршілігі мол, бір-біріне қол ұшын беруге әрдайым дайын тұрады. Жалпы электр саласында жұмыс жасау өте қауіпті болып саналады. Себебі біздерде қателік кешірілмейді. Келескен жағдайда салдары ауыр болады. Сол себепті әр бейсенбі сайын еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік жөнінде түсіндірме жұмысшылармен жүргізіледі. 2023 жылы Алға электр желілері учаскесі ауданымыздың кәсіпорындар арасында жыл кәсіпорны мәртебесіне ие болды. Бұл жетістігіміз энергосистема ұжымының Алға электр желілері учаскесінің қызметкерлерінің аянбай тынымсыз қажарында қызмет етуінің нәтижесі деп білемін. Мекемеміздегі жұмыстар ауа райына, тәулікке, күнге қарамай жұмыс жасауға дайын тұрамыз. Кез келген уақытта звондаса, хабарласып, қызметкерлеріміз жұмысқа шығып, ақауды бірден орындауға тырысамыз. Және де осы приборлар арқылы желіде ақау пайда болған жағдайда осыдан бақылап отырады, және де диспетчерский пунктке сигнал өтеді осы арқылы. Осы диспетчерлер қай желден, қай жақ бағыт желден ақау болғанын осы панельдер арқылы тауып аламыз. Ұжымдастармен бірге ауызбіршілігіміз мол, бірімізге көмектесуге, қолдау көрсетуге әрдайым дайынбыз. Негізгі қазіргі таңда электр қуаты адамдарға өте маңызды болып есептеледі. Базысты қажеттіліктердің бірі. Бұл адамның өміріне қаншалықты маңызды болғанымен соншалықты қауіпті. Бұл себепті жұмыс барысында техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтап жүреміз. Апаттық жағдайлар орын алған кезде боранда, аязда, жаңбырлы уақытта жұмыс жасаймыз. Жұмыстың қиындығымен қатар қызықтар да бірге жүреді. Әріптестермен татулы бірлікте жұмыс атқарамыз. Ауа райына, тәулік уақытына қарамастан жұмыс жасайтын аумақтық электр желілері учаскесінің жұмыс барысы осындай. Динара Манарбекқызы, Аяжан Абдықалық, Әдемі Сайлаубай. Үйлеріңізге, жандарыңыз бен жүректеріңізге жарықтың нұры толсын.